Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл жаңа кезең бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Арнұр Шакерхан. Нұр-Сұлтан қаласындағы жер асты құбырларының 75% осы жерден шыққан. Бүгінгі бағдарламада зауыттың жұмысымен сіздерді жақынырақ таныстырамыз. Қазақстанда құбыр шығару бағыты жақсы деңгейге көтерілді. Осы салада еңбек етіп, Қазақстанның түкпір-түкпірін қажет өнімдермен қамтып отырған кәсіпорындар жетерлік. Осыған мысал ретінде Бертис Машинери полиэтиленді немесе болаттан жасалған гидроқорғанысты қабығы бар болат құбырлар мен фасонды бөлшектерді өндіруге маманданған кәсіпорынды айтуға болады. Кәсіпорын цехтары жаңа технологиялармен жабдықталған. Жақын арада зауытты толықтай автоматтандыру көзделіп отыр. Айта кетейік, зауыт шығаратын құбырлар күнделікті өзіміз тұтынатын ауыз суды жеткізіп беріп отыратын қалаішілік инженерлік желілер. Өндіріс орны жер асты желі жолдарына төселетін құбырларды арнайы изоляциялап барып дайын күйінде қолданысқа жібере алады. Яғни ыстық су мен суық суды немесе жылуды тасымалдау кезінде бұрынғыдай сыртын орап қымтап тастарымен батырудың қажеті жоқ. Керісінше, болат құбырдың сыртына полиэтилен құбыр кигізіледі. Құбырды сақтау жүйелері де өндірушілердің қолында. Олардың айтуынша, мұндай дайын құбырларды қазылған шұңқырларға апарып орнатып, бірден пайдалана беруге болады екен. Ұзақ жылдарға шыдайды, әрі судың беталды ысырап болмауына көп пайдасы да бар. Қоршаған ортаға тигізер зияны да аз. Болат құбырлар тез шірімейді. Тағы да бір басты ерекшелігі, болат құбырлардың өзара жалғасқан тұстары мыс сымдармен байланысқан. Барлық бұйымдар Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарымен сертификатталған. Этот завод имеет очень большую историю. Бұл зауыт өте үлкен тарихқа ие. 16 жыл бойы кәсіпорын құбыр өнімдерін және жылуды оқшаулайтын пішінді өнімдер шығарады. Негізінде бұл Қазақстанда жаңа технология бойынша жұмыс істейтін алғашқы зауыт болды. Астана құбырлары мен жылу желілерінің 75% осы зауыттан шыққан. Бізде 170 адам жұмыс істейді. Барлығы да білікті мамандар. Біздің инженер-конструкторлардың жұмысын да ерекше атап өткім келеді. Себебі жобаны әзірлейтін осы мамандар. Сапасы да тікелей сол азаматтармен байланысты. Осыдан 3 жыл бұрын зауытты қайта жаңғырту жұмыстарын бастады. Бәрі ойдағыдай. Алдағы уақытта кәсіпорынды толықтай автоматтандыру жоспарланып отыр. Бертис Машинери қызметкерлерінің жоғары кәсібилігі сервистік қызметтердің тиісті деңгейін қамтамасыз етіп, құбыр жүйелерін жобалау мен салуда әртүрлі мәселелері бойынша білікті көмек пен кеңес беруге кепілдік береді. В прошлом году мы собрали посевной комплекс. Өткен жылы біз жаңа техника түрлерін шығаруда қолға алдық. Егін жинауға арналған агротехниканы шығарып, зауыттың мүмкіндіктерін арттырдық. Аталмыш техника барлық тексерістен сәтті өтті. Алғашқылары биылғы егін науқанына белсене кірісіп кетті. Қазір біз егін науқанына арналған екінші кешенді жинақтаумен айналысудамыз. Өндірістік қуатты жыл сайын арттыра бермекпіз. Алға қойған жоспарларымыз үлкен. Зауытты жан-жақты дамыту мақсатында аянбай еңбек ете береміз. Аталмыш компанияның жоспарында тауарлардың санын арттырып, олардың өзіндік құнын керісінше түсіру болып отыр. Кәсіпорын жылу, су желілері мен газ және мұнай құбырлары сияқты жұмыс істеп тұрған жүйелерді жаңғырту немесе жаңадан салыну керек жүйелерді қамтумен айналысады. Жақында елді мекендерді газдандыру үшін полиэтилен болаттың ажырамайтын қосылыстарын және еуростандарт бойынша өрт гидранттарын шығаруды қолға алды. Мұнда жаңа технологияларды енгізуге ерекше назар аударылады. Біздің Бертис Машинери заводы 16 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Кәсіпорын құбырлары мен әртүрлі пішінді бұйымдар шығарумен айналысады. Нұр-Сұлтан қаласының жер асты құбырларының 75% бізде жасалған. Соңғы 3 жылда заводта модернизация жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл әрине өндірілетін өнімнің түрін көбейтуге және сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. 2022 жылы біз еуростандарт бойынша жер асты гидранттарын өндіруге патент алдық. Өндірісті жаңғырту арқылы жұмыс барысын толықтай автоматтандыруды көздеп отырмыз. Сондай-ақ біздің компания модульді ғимараттарды шығарумен айналысады. Модульді ғимараттар толықтай металл өнімінен жасалады. С внедрением новых технологий улучшается качество. Жаңа технологияларды енгізу арқылы біз шығарылатын өнімнің түрлерін көбейтеміз, сапасы жақсарады. Әрине, бұл бағасының арзандауына да септігін тигізеді. Жұмысты автоматтандыру мақсатында қазір біз лазерлі станоктар мен дәнекерлеуге арналған механикалық тұрғыда өңдеуге арналған қондырғыларды сатып алмақпыз. Зауытқа шикізат келген сәтте біздің арнайы бөлім материалдардың сапасын тексереді. Әрине, бұл процестің арқасында біз сапасыз шикізатты кері жібереміз. Мұнда тек құбырлар жасамайды, егістік кешендерін, металл конструкцияларын, мұнай және газға арналған жабдықтар шығарады.
Айта кетейік, соңғы 3 жылда кәсіпорын басшылығы зауытты толықтай модернизациядан өткізіп жатыр. Алдағы уақытта зауытта шығатын өнімнің сапасы, сонымен қатар оның түрлері де көбеймек. В 2022 году мы получили патент. Біз 2022 жылы Еуростандарт бойынша өрт сөндіруге арналған жер асты гидранттарын шығаруды қолға алдық. Қазіргі таңда гидрант шығарумен айналысатын кәсіпорындар құбырларды болаттан жасайды. Жоғарғы беріктігі бар шойын бағанасы гидранттың қызмет ету мерзімін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа технологияны қолдану арқылы алғашқы партиясын жасадық. Сынақтан өттік. Жақын арада сертификатты да алып қалармыз. Заводымыз 2005 жылдан бастап алады. Ең алғашқы осы жылу жүйесі құбырларын шығаруда ең алғашқы бастапқы заводтардың бірі десек болады. Біздің жұмыс жылу жүйесіне шығарған трубалардың қосалқы бөлшектерін шығарамыз. Мына станоктармен муфталар дейді, ол былайша айтқанда муфталарды үрлейміз. Оларға қосалқы комплектующий дейді, клейлерін, майда шүйде заттарын дайындаймыз. Трассаға барған кезде жаңағы объектілерде трубаларды жалған кезде ортасындағы бөліктерді құрастыратын нелерді шығарамыз, жаңағы заттарды. Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттарының бірі агротехника өндірісі. Аталмыш сала аясында компания Алматы және Қостанай қалаларындағы ауыл шаруашылығы министрлігінің институттарымен тығыз байланыста. Особое внимание мы уделили сельхозоборудованию и сельхозмашиностроению. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығы техникасында шығарумен айналысамыз. Мамандарымыз сіздерге көрсеткен болар. Ауыл шаруашылығы министрлігінің институттарымен тығыз байланыс орнаттық. Биылғы егістік науқанына біздің техникалар жіберілді. Сәтті жұмыс істеп келеді. Сұраныс бар. Жыл сайын техниканың көлемін ұлғайта бермекпіз. Қостанай және Алматы қалаларында орналасқан тәжірибелі институттармен жұмыс істеудеміз. Олардың көмегі бізге өте қажет. Бағыт-бағдар беріп отыр. Шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту және тиімділікті арттыру үшін жұмысшылардың кәсіби біліктілік деңгейін үнемі арттырып отыру қажет. Осы мақсатта кәсіпорын басшылығы қарапайым жұмысшылардан бастап, басшылық қызметтегі азаматтарды арнайы оқу курстарынан өткізіп тұрады. С внедрением вот этих новых технологий мы улучшаем качество производимой продукции. Компанияны дамыту мақсатында өнім түрлерін одан әрі көбейтеміз. Арқалаған жауапкершілік үлкен. Мұндағы әрбір қызметкерді бағалаймыз, кәсіби біліктіліктеріне еш күмәнім жоқ. Әріптестерімді екінші отбасым деуге болады. Әрқайсының айтары бар, қосқан үлесі зор. Біздің кәсіпорында бір-біріне сенім, кәсіби қасиеттер, бірлік басты қағидаттар. Әртүрлі кезеңдерден өттік. Қиыншылығы мен қызығы қатар жүретін біздің зауыттан болашақта үлкен үміт күтем. Соңғы 16 жыл бойы кәсіпорын өз саласында көш бастап келеді. Қысқасы, біз сапаға жұмыс істейміз. Инженер-конструктор мамандығы қай салада болсын ауадай қажет. Мұндай мамандық иелері байырғы заманнан ақ өзінің қажеттілігін түсіндірген. Тың идеяларды іске асырып, халықтың сапалы өнімді қолдану үшін аянбай еңбек етіп келе жатқан мамандармен сұхбаттастық. Айта кетейік, зауыттың конструкторлық бөлімінде 4 кәсіби білікті маман еңбек етеді. После отдела продаж заявки попадают обычно к нам. Сату бөлімінен кейін тапсырыс бізге келіп түседі. Жобаны жан-жақты талқылап, зерттей келе бұйымның сызбасын дайындаймыз. Оның көлеміне қарай жұмысты әріптестеріме бөліп беремін. Құжаттарын дайындау, сызбаның әр миллиметрін санау үлкен жауапкершілік. Сәлде болсын қате жіберуге болмайды. Бұйымдардың дизайнына біз толық жауап береміз. Қазіргі таңда өнімдердің түрлерін көбейтудеміз. Әрине, жұмыста ұлғая түсті. Модульді үйлер, металл конструкцияларын және тағы да басқа жобалар біздің қолдан өтеді. Осы аумақта бірнеше кәсіпорын орналасқан. Мыңдаған жұмысшылар асфальтсыз жолмен күнделікті жүруге мәжбүр. Бұл жол мына маңдағы зауыттарға апаратын жалғыз жол. Осы жермен күніне мыңдаған адамдар жүреді. Жердің бетіне қарасаң көңіл күйің түседі. Осы күнге дейін не себепті жөнделмегені маған қызық болып тұр. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламада сіздерге жер асты құбырлары мен түрлі пішіндегі бұйымдар шығаратын бірегей зауыттың жұмысын көрсеттік. Сіздермен болған мен Арнұр Шакерхан, және де бұл жаңа кезең бағдарламасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.